Бәріңізге сәлем. Бүгінгі роликта бәріңізге қазіргі уақытта ең танымал, ең мықты модельдердің бірі Google Omni мен Switch'ті екеуін салыстыратын боламыз. Бірақ жай ғана салыстырып қана қоймаймыз. Кино кадрлардың мысалында салыстырамыз. Яғни бізде басты көздетін нәрсе жоғары деңгейдегі VFX-тің деңгейінде жасай ала ма, әлде жасай алмай ма? Қайсысы мықтырақ, қайсысын қай кезде қолданған жақсырақ? Соны бәріміз бірге көретін боламыз. Ол үшін бізде өзіміздің ең қарапайым және тұрақты сайтымыз бұл Syntax AI. Басқа агрегаторлар қарағанда тек осы агрегаторда қана осы Bibli Switch X моделі бар. Бізде екі модель, яғни Switch X және Google Omni Flash. Екеуінің негізгі принциптары мынандай. Switch X ол сізді маска арқылы белгілеу арқылы, қию арқылы сіздің түріңізге, сіздің қимыл қозғалысыңызға тиіспей генерация кезінде тек артқы керекті өзіңіз жасаған промпт арқылы фонды немесе белгілі бір объектті өзгертеді. Ал Google Omni жаңадан шыққан модель, ол жерде сіздің промптыңыз арқылы белгілі бір объектті өзгертіп береді, бірақ сіздің түріңізді, қозғалысыңызды қайта генерациялайды. Syntax де қайта генерациялайды, Kling Motion'да да, Kling 3.0-де де қайта генерациялайды. Қайта генерациялаудың қандай бір қиындығы бар? Ол жерде сіз түріңіз өзгеріп кетеді және жүзіңіз, қолдарыңыз жүзіп кетуі мүмкін. Бізде салыстыратын бірнеше кадр бар. Ол кадрда задача әртүрлі объекттерді қою. Мысалы, кеттік. Бізде бірінші кадр ол мындай кадр. Бұл кадрда бізде өрт алауын өшіруге, өрт сөндіруші бара жату керек. Сондықтан горизонт бойынша көкжиекте әр жақта өрт жанып жату керек. Біріншіден, мен бұл фотоларды Nano Bananaдан немесе Nano Banana 2 Pro әлде ChatGPT'ден генерация жасап алдым фотоларын, чтобы референс ретінде дұрыс келу үшін. Бұл Nano Bananaдан алынған референс. Тек мына жер өзгермейді, тек мына жақтар ғана өзгереді. Ең маңыздысы, фото генерация жасаған кезде де сізде мына жақтағы оригиналды фотоңыздағы қанықтық, контраст және цветтері, түстері өзгеріп кетпеу керек. Өйткені оның шынайылығын азайтып тастайды. Осы кадрлардың барлығын Google Omni'да да, Switch'та да біз қолданып көрдім, салыстырып көрдім. Бірінші кадрда біз осы отты жаңағы оригиналды видеоға салдық. Ол үшін негізі бізде осылай сіз фотоңызды қоясыз. Давайте біз сразу видеомызды қояйық. Switch X таңдайсыз мына жерден. Видеоңызды загруженныйдан тіркейсіз. Мысалы, менде мынау видео. Тіркейсіз. Сапасы 1080 болу керек. Сосын жаңағы Nano Bananaдан сіздің генерация жасалған фотоңызды алып қоясыз. Бізде міне фотомызды алып қойдық. Қарапайым орыс тілінде болсын, ағылшын тілінде болсын, промптыңызды жазсаңыз, сипаттасаңыз болады. Енді бізде мына жерде настройкада параметр генерация деген бар. Ішінде бөлінеді. Авто деген бар. Өзі анықтайды қай жерде өзгерту керек екенін. Көп жағдайда негізі жақсы жазайды. Заливка деген бар. Ол жерде полный объектті полный өзгертеді. Ол светті өзгерткен кезде жақсы болады. Келесі бізде выделение первый кадр. Выделение бізге ең керектісі. Ол жерде сіз нақты қай жерде өзгерту керек екенін өзіңіз бояп белгілейсіз. Мысалы, мен мына жерде ғана өзгертемін деп белгілейсіз. Белгіленгеннен кейін тек мына жерде өзгертпейді, тек осы жақты ғана өзгертетін болады. Сіз осылай белгілеп алып подтвердитті басасыз. Басып, міне қараңыз, сізде уже дайын осындай маска пайда болды. Ол маскада ақ жерді, мысалы, ақ жерді өзгертеді, бірақ қай жерге тиіспейді деп екі референсті тіркейсіз, сосын генерацияға жібересіз. Немесе соңғы варианты загрузить маску деген бар. Сіз басқа бір монтаждық программада масканы өзіңіз выделять етіп бояп алсаңыз, жаққа жүктесеңіз болады. Нәтижесіне келген кезде бізде бірнеше вариант қойды мына жерде, бірнеше фото генерациямен. Біріншісінде бізде астындағы ол оригинал кадр, үстіндегі Switch X-пен жасаған ең үш кадр жасадым, үшеуінің ең мықтысы. Қараңыздар. Қалай өзгертпеді, бірге тамашалайық. Меніңше вообще өзгермеген. Бүйтіп істесек болады, қараңыздар.
бүйтіп қойсақ болады. Көрдіңіз бе? Бір до, после дейін, кейін кішкене контрастысы өзгеріп кетіпті. Контраст кішкене өзгерген. Негізі наверное мягко да, жұмсақ болып өз кадрында. Одан кейін от қосқаннан кейін контрастын алып екен. Ал Google Omni қандай жұмыс жасады? Соны тексерейік. Google Omni'да бізде мынандай. Негізі мен басында бір не көрдім. Фотосыз тіркеп көрдім. Жаздым, ол мынандай алып шығарды бізге. Қараңыз. Әрине шынайы жасалған. Ешқандай свет өзгермеген, бірақ ана жақта аз от болды да. Егер промптын жақсырақ жазса, бәлкім жақсы істеп береді. Мен сосын референспен салдым. Тура жаңағыдай референс қойдым. Басында маған ашып берді. Кейін осындай жазып берді маған. Негізгі моменттерде жақсы істеген, бірақ качествосын андай резкий, андай пиксельмен қылдырып жүрген. Мен 1080 качество жасап көрдім, 4К деген качество жасап көрдім, бірақ сонда да өзгермеді. Бір қайтса резкісін қатты көтеріп жүрген сапасыз видеолар сияқты. Бірақ жақсы жазып берген, қимылынан ешқай жерде өзгертпеген. Тоже мынау 1080-де жасалған, мынау 4К-да жасалған. Екеуі де 1080 екен, 4К-да жасалған көрсетеміз. 4К жасап көрдім, бірақ ешқандай айырмашылық көрмедім. Мысалы 1080-нің өзінде де андай жан-жағын көрдіңіз бе, қандай кадр прям сжатый сияқты бір болған. Бұл кадрда менің ойымша именно осы Switch X жеңген сияқты. Келесі кадр бізде осындай фото бар. Негізгі фото бізде осы екі қанат 4-5 ағаш болды. Мына жерде көп ағаш пайда болу керек. Дрон артқа қарай жылжиды. И көп общий планда үлкен өзенді, көлді көрсететін болды. Біз примерно осындай референс жасап алдық. Осы референске байланысты Switch X пен жасау қиындау болды. Мынау мысалы Google Omni'де тоже қиындау болды. Өйткені кадр қимылда болғаннан кейін, статика болғаннан кейін жасау әрмен қарай қиындай түседі. Қараңыздар. Мынау Switch X жасады. Өте жақсы, бірақ мына жердегі объекттер өзгеріп жатыр. И качество жаңағындай сапасыз, объект и мынандай өзінің какой-то бір глючтары бар. Потом бір глинч эффект сияқты. Тағы да бір жасап көрдім, бірақ басқа референспен жасап көрдім. Мына бірақ движениесі өзгеріп кеткен. Дронның движениесі мүлдем өзгеріп кеткен. Келесі бізде тоже жасап көрдім, бірақ мына жерде референс қоймадым. Тоже движение өзгеріп кеткен. И осындай эффекттер бар бір түрлі. Тағы жасап көрдім. Бірнеше вариант жасап көрдім. Тоже болмады. Енді Switch X-ті көрейік. Switch X-та мен осы жаңағындай референстер тіркедім. Қазір мен сіздерге көрсетейін сразу. Референстер тіркедім. Ең дұрыс варианты осы болып шықты. Примерно ұқсап тұр. По движению. Бірақ движениесі негізі сәл кемейді. Біздікінің артқа жылжиды ғой. Ал жанға жылжып жатыр. Көрдіңіз бе? Бұл жерде бір нюанстары бар. Қараңыздар, мен жерде масканы өзім жасадым да. Тек судың үстін ғана белгіледім. Бұл түрде примерно жақсы қылып істеп берді, жанға жылжыды. Келесісінде мен дрон камера деп промптты жазамын, ол тұрды ішіне дрон қосып жүрді, дрон камера қосып жүрді. Сондықтан келмеді. Келесісінде мен оған автоға қойдым. И ол жаңағы кішкентай ағаштарды ғана белгіледі. Ағаштарды белгіледі. Негізі жақсы шыққан мына жерде. Жақсы шықты, бірақ тура камера қозғалысымен келіп тұр. Және эффектілерін жан-жағына эффект қосып кетті, бірақ оны қиып тастап болды. Вообще проблема жоқ. Менің ойымша Switch тағы да жеңді. Келесі кадр бізде мынандай кадр болды. Қазір мен сізге көрсетемін. Күндізгі уақыттағы кадр. Дрон сәл ғана қозғалады оңға қарай. И осыны тоңғылау керек болды. От жанып жатқан тоңғылау керек болды. Бізде мынандай референс болды. Өте жақсы референс бананамен. Бұл белгіледі өз автомен. Бірақ ең бір қиыны сәтсіз болғаны мына жерде камера статик болып тұр. Как будто бір фото сияқты вообще қозғалған жоқ. Келесі тағы бір вариант көрдім. Тоже қозғалмады. Маскасын өзгерттік, бірақ вообще қозғалмады. Google Omni'да да примерно тоже сондай бір нелер болды. Қателіктер болды. Мынада мен ешқандай референс қоймадым, тек текстовоймен жасағам. Ол вообще қайтса болады. Сапа жағынан өте нашар істеп берді. Бірақ қозғалысы сәл-пәл келеді. Келесі мен оған референс бердім.
ол жасады. Примерно келеді, бірақ тоже качествосы өте нашар. Иногда глинчтар бар, неге екенін түсінбеймін. Осы моментте маған ой келді, неге Siemens 2-ні жасап көрмеске? Бәлкім бұлардан жақсы жасайтын шығар. Siemens 2-ге салдым, қараңыздар, қызықтарыңызды. Siemens 2-ге салдым, бірақ ешқандай референс бермедім. Отырып аналарға қарағанда жақсырақ жасап берді. Движение тура сондай, ешқандай не өзгермеген, ана жердегі жолдікі өзгермеген, от жанып жатыр, қозғалып жатыр, шынайы көрінеді. Мына суда да мен істеп берді маған, референс жасап бердім, ол прямо камераны артқа тура солай жылжытты, ешқандай объект өзгерген жоқ, качествосы ол Google Omni'дағыдай өзгерген жоқ, и өте жақсы жасап берді. 4К жасасаңыз вообще күшті жасап береді сізге. Мен мынау бірінші кадрда жасадым, бірақ бұл кадрда сәтсіз болғаны камера алдыға жылжып кетті. Ал качество сапа жағынан ешқандай сапа өзгермеген, камераның статиктерін белгілеп берсе промптта, бұл да жақсы жасайды. Бізде келесі кадр мынандай болды, өте қызық және әдемі кадрлардың бірі. Бізде мынандай объект бар, осындай дрон объект бар. Мына жерде неге манекендер жатыр, тек қатса вот киімдер жатыр, адам өртеніп өліп қалған сияқты. Осыны фото арқылы цвет коррекция өзгертіп, кішкене күйіктерін қосып, жанып жатқан, лаулап жатқанды көрсетеміз, и дрон үстіге ұшады. Мына жерде авто қойды. Мен боядым, мысалы, қолмен. Адамдарды жаңағы манекендер бояп шықтым, ол өте жақсы істеп берді. Кейін автоға қойдым, тоже өте жақсы, екеуі бірдей істеп берді. Қазір мен сіздерге көрсетемін вариантын. Қараңыз, мынау после, қараңыз, мынау после, мынау до, после, до, после, до, до осылай жүреді. Туранды бит қозы дірілерінің өзін қайталағанда камера қозғалысына вообще тиіспеген. Қараңыз. Мен бұны Google Omni'ге салып көрдім, бірақ Google Omni мүлдем қабылдамады, өйткені өрт болған, адам өліп жатқан деген промптерден кейін бәлкім оны ашып көріп жасағысы келмеді. Қысқаша бізде Swiss X пен осы Google Omni Flash'қа жасаған тестіміз осындай болды. Сіздерге қалай, ұнады ма, көңілдеріңіз шықты ма, сіздер қайсысын таңдар едіңіздер? Менің ойымша Switch X өте жақсы жасайды, өйткені ода жақсы технология қолданылған. Ал қайта генерациялау сіздің камера қозғалысының өзгеруіне немесе түріңіздің өзгеруіне алып келеді. Кейбір кезде Siemens 2-ні қолдансаңыз болады, өте жақсы өзінің жұмысын атқара алады. Мен сияқты осындай сапалы кинореализм деңгейіндегі мықты AI роликтар, рекламалар, фильмдер жасауды үйренгіңіз келсе, төменде өзімнің курсымның сілтемесін қалдырып кетейін, ол жерде сіз тегін сабақ өте аласыз, разборға өзіңіздің видеоларыңызды жіберіп, тесттен, іріктеуден өте аласыз. Толық ақпарат алу үшін сілтеме арқылы өтіңіз. Және осы Switch X-ті Syntax сайт арқылы қолданып көргіңіз келсе, оның да сілтемесі төменде бар. Ол жерде сіз өзіңіздің тиімді бағадағы подпискаңызды алып, осы мықты модельді қолдана аласыз. Каналға тіркеліп, қолдап, лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді жазып, қандай модель сізге ұнағанын жазып кетіңіз, және келешекте қандай видеолар көргіңіз келеді, өз пікіріңізді жазып кетсеңіз, қуана оқитын боламын. Қош, сау болыңыздар.